Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қызыл барқытты пирог жасаймыз. Құрамына ұн, қант, май, сүт, қопсытқыш, жұмыртқа, пищевой краска керек. Жұмыртқамызға қантымызды қосып араластырамыз. Үй температурасында майды қосамыз. Сүтімізді қосып араластырамыз. Құрғақ баяғышымызды қосамыз. Ұнымызға қопсытқышымызды қосамыз. Сұйық қоспамызға ұнымызды қосып араластырамыз. Кондитерлік қапшықпен араларын алшақтау етіп құйып шығамыз. Духовкамызда 180 градуста 10-15 минутта пісіреміз. Кремімізді дайындауға заттарымыз суық болуы қажет. Сливкіміз 33-35% болғаны дұрыс. Сливкімізді миксерлей отырып, қант ұнтағы мен творожный сырымызды қосып, қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Пирожныйымызды суытып алып, кремімізді жағып шығамыз. Бетіне екінші пирожныйымызды қоямыз. Өз қалауларыңызбен әдемілесеңіздер болады. Дәмі өте керемет, жасап көріңіздер.